Я мына. Кімдер жүрген далар? Сол чайда қағыл емессіздер ме? Қалайсыз? Қалайсың? Қалың қалай? Өзіңізсіз ғой түрің бермейді. Аппақ болып тұрсың ғой? Қалайсыз? Қанша жыл? А как потом? Жаңадан келін болып түскенде точно есімде, осы Мәуілда деген жеңгем жерге жатып алып бет ашар кезінде бетінің көру үшін масқара. Алғаш сөйлескен кезде үй алып, кейіннен әбден сіңіскеннен кейін осы Мәуілда жеңгем осы ауылда жүрген кезде мені көрсе болды білмеймін. Жүгіріп ұстап алып бетімнен шымшығандай айта алмаймын, метр болып көтетін аямайтын ғой. Сөйтіп мені мазақтаушы еді. Көк көз, тағы бір нәрсесі бар артында. Күлме досыңа түседі басыңа демекші. Единственный жалғыз қызы тура мен сияқты көзі көк екен ғой. Жеңгемнің әзілдері, қалжыңдары қатты еді. Прям нағыл айтатын көзі көк. Немесе мына қыс болған кезде жуындырып, ішіңе қар тығып, жазды күні артынан қуалап тұрып бетіңді шымшып, осындай жеңгелер менде ғана болған ба?